Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бисквиттің жасалу жолымен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз. Біздің ақуызды шайқайтын ыдысымыз құрғақ болу қажет, және ақуызға сарыуыздың тамшысы араласпау керек. Сарыуызға қымшекер қосып қоямыз. Ақуызға қымшекерді миксерлеп отырып қосамыз. Миксердің жылдамдығын әр минут сайын жоғарылатып отырамыз. Ең бірінші ақуызды миксерлеген дұрыс. Сарыуызды миксерлесеңіздер, миксерді қайта жуып кептіру керек болады. Себебі миксер құрғақ болмаса, ақуыз сұйық болып дұрыс шықпай қалады. Ақуыз дайын, осылай өз формасын ұстап, төңкергенде ақпау керек. Енді сарыуызға қымшекерді қосып, әппақ болғанша миксерлейміз. Сарыуыз бен ақуыз дайын. Сарыуызға ақуызды 3-4 қатыстан қосып отырып, осылай күрекшенің көмегімен төменнен жоғарыға қарай видеодағыдай араластырамыз. Бұл жерде миксерді қолдануға болмайды, тек қасықпен немесе күрекшенің көмегімен араластырамыз. Миксерлейтін болсаңыздар, бисквит басылып көтерілмей қалады. Енді ұнға 2 шай қасық қопсытқыш қосып араластырамыз. Барлық құрамның мөлшерін описанияда қалдырамын. Ұн мен қопсытқышты електен өткізіп қосып, төменнен жоғарыға қарай күрекшемен араластырамыз. Оның барлығын бірден салуға болмайды. 3-4 бөлікке бөліп қосу қажет. Енді қамырды табаға салып, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Бисквит дайын, жақсы көтеріліп, дәмді болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, арнама жазылып кетіңіздер. Әлде көп рецепттер болады.